Қайырлы күн, құрметті достар. Мына өздеріңізге кезекті видеода дәл қазір блокчейн лайф 2024 жаңағы именно криптовалюта туралы жаңағы блокчейн лайф конференциясы болып отырады. Мен соған өзім тіркеліп алғам. Бұны маған ешкім тіркеген емес, мен өзім ізденгеннің арқасында осындай ақпараттарды іздеп отырам. Біріншіден, екіншіден, әр адам қазіргі саланы қай бағытқа кетіп бара жатырғанын түсінсе, ол адамның миы уже жаңа өзгеріске қарай дайын болады. Ал ондайды түсінбей, мысалы, екі сөздің басын құрай алмай, ананы тыңдасам ми ашып кетеді, мынаны тыңдасам ми ашып кететін болса, ол адам сөйтіп өзімен өзі ми ашып жүреді, бір сөзбен айтқанда. Мына жерде туризм бағыты IT Web3 деген тема тұр да, қараңыздар. Всем привет. Мы СНГ команда создаем Web3 сервис бронированных гостиниц и отелей с возможностью оплаты в криптовалюте, валюте стран и CBDC дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл деген сөз халықаралық біздің баяғы 15 мемлекеттің жаңағы СНГ-ның командасы халықаралық веб-сервис платформа, жаңағы гостиница мен отельдерді, мысалы, осындай платформа создавать етеміз дейді, сондай құрамыз дейді. Барған кезде, мысалы, жаңағы гостиница мен отельдерге криптовалютамен, солардың ақшасымен, содан кейін CBDC-мен төлейтін мүмкіндік болады дейді. CBDC деген әр елдің өзінің ақшасы. CBDC цифровой ақшасы. Мысалы, біздің Қазақстанда цифровой теңге, жаңағы Дубайда жаңағы цифровой дирхам, сосын жаңағы Америкада цифровой доллар, Қытайда цифровой юань деген сияқты ғой, цифровой рубль, әр елдің цифровой ақшасы. Криптовалюта мен CBDC-дің бір жаңағы ортақ саласы ол блокчейн технологиясында. CBDC деген әр елдің өз ақшасы, криптовалюта ол бір елдің ақшасына жатпайды. Мысалы, криптовалютаны бізге нарыққа алып келген алғашқы биткоин. Бұл видеода мен сіздерге не түсіндіргім келіп тұр? Бұл сала жаңа сала болғандықтан, бұл саланы жаңағы бар уақытын бөліп, білімін жандандырған, осындай мүмкіндікті пайдаланған әрбір адамның алдында осындай сервистардың алғашқы, қалай деп айтсам екен, мысалы, сіздің ақшаңыз болса, осы саладан өзіңізге жаңағы доля дейміз ғой, доля өзіңізге осы саладан енді осы саладан нан жейтін мүмкіндік, бір сөзбен айтқанда. Бұл жерде жазып тұр: статус, стартап, разработка дейді. Бұл стартап деген мен жаңадан басталайын деп жатыр деген сөз. Әлі нанын жеген жоқ ешкім. Бұл біреудің ойы. Яғни сіз өзіңіздің ақшаңызды осы жерге осының ойына сеніп вложение жасайсыз, саласыз. Проводим первичный раунд сбора инвестиций на разработку дейді. Енді ақшасы болса, адамдарға керемет мүмкіндікке сайланады. Енді мүмкіндіктен ақша табатын мүмкіндік екен. Мен қазір ашып қарап, сразу сіздерге видео түсіріп жатырмын да. Мнерге жазып тұр: возможность конкурировать с крупными сервисами бронирования за счет полученных прямых контрактов с отелями и поставщиков услуг. Собственный криптопроцессинг позволит сохранить стоимость оплаты криптовалюте на конкурентном уровне. Внедрение АИ в качестве помощника для наших клиентов 24/7. АИ деген жаңағы қазіргі искусственный интеллект деген сөз. Программа ғой, айланып келген кезде. Криптопроцессинг деген как раз криптовалюталардың бір-бірімен алмастыру процесіне сіз қатыса аласыз деген сөз. Возможность конкурировать с крупными сервисами деген, мысалы, қазір әлемде бұндай өзінің қызметін ұсынатын ірі ауқымды жаңағы компаниялар бар ғой, жұмыс жасап жатырған. Солармен жаңағы енді солармен ары жұмыс жасай аласыз деген сөз. Сосын ерге жазып қойып: кому интересно поучаствовать в проекте на ранней стадии, мынау сілтемемен қосылыңыз деп. Мысалы, мен сілтемемен қосылдым да, и мына жерде жазылып тұр. Мысалы, менің қалтамда көк тиын ақша жоқ, бірақ табуға деген желание бар ғой. Мен просто танысқым келіп тұр да, бұлар қалай, қараңыздар, бар жоқ 34 подписчик екен. Қызығып қатысқан. Мына жерде мына видеода мен міндетті түрде өзім жаңағы мына видеоны тоже жүктеп қоям Инстаграмға. Бұл жерге жазып жатыр: на данный момент мы привлекаем инвестиции 2 этапа дейді. Яғни бұлар инвестицияны екі этаптан жаңағы привлекание деген солай жаңағы өздеріне
сондай бастайын деп жатыр да, мә қазақшам жетпей жатыр ғой, масқара. Привлечение, этап деп 2 бөлімнен тұрады. Біріншісі разработка, она идет, требуется расширение команды. Енді екінің бірінде $100 000 жоқ қой, бұл сервисті запускать ету үшін $100 000. Біздің теңгеге шаққанда 47 миллион керек екен. 47 миллион болса, мысалы, бір адам бір өзі саласса, осының өзіне не деген ақша табады, бірақ ондай ақша әрине жоқ. Инвестирование на первом этапе на постоянной основе получает 1% от прибыли компании дейді. Яғни, сіз салған ақшаңыздан 10% жаңағы тұрақты түрде алып отырасыз дейді. Прибыль распределяется между всеми участниками пула относительно размера инвестиций. Олардың салған ақшасына байланысты барлық жаңағы осы инвестицияға қатысқан адамдарда бөлінеді. Мысалы, біреу $20 000, екіншісі $30 000, үшіншісі мысалы $50 000 салды. 3 адам мысалшы. Соның әрқайсысының есебі, мысалы, мына жерде жазып тұр, следовательно, если мы возьмем расчет нашей ожидаемой годовой прибыль, $3 миллион түсетін болса, содан 10% аламыз. Сонда бірінші жаңағы $20 000 салған адам $60 000 алады екен. Екіншісі вообще $90 000 алады екен. Ал үшінші адам $150 000 алады екен. Яғни олар өзінің салған ақшасын жай қайтарып алады да, одан кейін әрдайым осылай табыс алып отырады. Одан кейін также после запуска токена проекта дейді. Яғни бұл проект өзінің токенін шығарады ғой. Мысалы, сіз вложение жасадыңыз, одан кейін ол проект өзінің токенін шығарған кезде салған адамдар, мысалы, сіз инвестор болып жаңа табыс табуға салғаннан кейін, сіз солардан әр токеннан өзіңізге определенный процентный соотношениеде тағы да табыс аласыз. Одан кейін ары қарай второй этап сбор на маркетинг $200 000. Біріншісі өзіңіздің вложениеңіз болса, екіншісі маркетингқа бөлуге $200 000 салсаңыз, инвестирование на втором этапе получает такие же условия 10%. Яғни ол салған адамдар да 10% өзіне табыс алады екен да. Плюс еще жаңағы өзіне енді ары қарай мына сілтеме жазып қойған, барлық сұрақтарыңыз бойынша мына почтаға жазсаңыздар болады дейді. Сосын подробный роудмап, оның подробный роудмап деген оның дорожный картасы дегенді білдіреді. Открыть, үстінен басасыз, дорожный картамен танысасыз. Мына жерде көрсетіп тұр қалай болатынын, барлығы ағылшынша, оны переводтап жазуға болады. Мынау енді осы саланы осылай дамытайын деп жатырмыз, осы бағытта осылай бастаймыз деп көрсетіп тұр барлығын. Көрдіңіздер ме? Осылай көрсетіп жатыр. Бұның барлығы жаңа сайт қой, көрдіңіздер ме? Сайт. Мынау X деген Twitter'дағы, екіншісі Телеграмдағы. Осылай көріп шығасыз. Мына адамдар, басы істейтін адамдар осылай жұмыс жасап жатыр. Информация команда, басы істемейтін адамдар кім кінәлі деп біреулерді пышақтап жүр. Бір сөзбен айтқанда. Екіншісі команда туралы информацияны үстінен бассаңыз, тоже бәрі ағылшынша екен. Осыны жақсылап орысшаға переводтап ары қарай танысуға болады. Bir сөзбен айтқанда, бұл сала, жаңа сала күн санап енді дамып келе жатыр. Бұл саланы түсінген адамдар өзіне өзі ізденіп, іздеп, жаңағы ізденгеннің арқасында, үйренгеннің арқасында, жаңа саланы меңгергеннің арқасында осылай өздеріне табыс табады. Сондықтан, құрметті достар, жаңа саланы меңгеруге әрекет жасаған әрбір адам өзіне үлкен капитал жинақтайды. Бұл видеода мен сіздерге бұл жерге сал деп жатырған жоқпын. Просто бұл саланың, жаңа сала осылай адамдар жан жақты табыс табуға әрекет жасап, миларын дамытып жатырғанның бір дәлелі ретінде бұл ақпаратты қабылдаңыздар. Бұл просто мен телефонды ашып, жаңағы осындай жаңалықтарды іздеп, ізденгеннің арқасында осындай жаңалықтар мен алдымнан шықты. Мен бұны сіздерге қазақшаға аударып, жаңа саланың, технологияның дамып жатырғанын тағы да бір рет естеріңізге түсіріп жатырмын. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен енді бұл саланы миымда сақтап, қазіргі таңда өзімнің денсаулығымды реттейтін бір керемет платформа таптым. Сол платформа бойынша жұмысымды ары қарай жандандырамын. Бұл саланы мен өзім ғана дамып, өзім ғана үйренетін болдым. Себебі мені жаңағы қалай деп айтсам екен, түсінетін адам дәл қазір көріп тұрған жоқпын. Түсінбейді екен адамдар.
мен адамдарға үйретемін, түсіндіремін деп жүрген кезде өзім батпаққа батып кетейін деп тұрмын да. Сондықтан өзімді ары қарай батпаққа батырғым келмейді, ары қарай дамығым келеді. Сондықтан мен бұл саланы тек қана өзім ары қарай дамитын болып шештім. Ал енді мынау Binance биржасы, Bybit биржасын үйренемін деген ниетті адамдар болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздерді тегін үйретемін, тегін бір тиын ақша керек емес. Енді ол менің ақшамның көп болып мастанып кеткеннен емес, Алла тағаламның бергенінің берекесін берсін. Үйренем деген адамдарды қолынан келгенше, әрине ол адамның өзінің ішкі түйсігі оянып үйренуге ниетті болса, үйретуге дайынмын.